Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз гиподинамия, сымбаттың бұзылуы және жалпақ табандылықтың пайда болу себептері, олардың алдын алу шаралары. Гиподинамия ол аз қозғалу. Қазіргі кезде көптеген жұмыс түрлері механикаландырылғандықтан адамзат гипокинезияға тап болады. Гипокинезия ол грек тілінен енген гипо қалыптан төмен, динамис күш деген мағынаны білдіреді. Бұлшық ет белсенділігінің төмендеуі салдарынан жүрек, өкпе, қан тамырлары әлсіз және кез келген психикалық немесе дене жүктемесіне төзімсіз болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәліметтері бойынша өлім-жітімге көп жағдайда жүрек қан тамырлары аурулары басты себепші болады. Спортпен шұғылданған адамдарда жаттықпаған адамдармен салыстырғанда инфаркт ауруы яғни сирек кездеседі. Яғни дене жүктемесі, қан тамырлары, тыныс алуы, жүйке және иммундық жүйкелерге жағымды әсер етеді. Бұлшық ет гигиенасы туралы айтатын болсақ, қозғалу ол тыныс алу, қоректену және тағы басқа сияқты ағзаның табиғи қажетсіну болып табылады. Күнделікті дене жүктемесіне бұлшық еттер яғни әсер етеді. Дене сымбатының бұзылуы мен жалпақ табандылықтың алдын алу тақырыпшасы туралы келетін болсақ, дене сымбатының бұзылуы ол негізінен мектеп жасындағы балаларда жиі кездеседі. Омыртқа жотасының бұзылуына байланысты мынадай себептер әсер етеді. Біріншіден, жазу үстелінде, яғни ұзақ уақыт қисайып отыру. Енді мына жердегі суретке қарасаңызда, адам жай ғана орындықта отырғанда түзу отыру керек, столды айтпай-ақ та, мысалы, омыртқа жотасының қисайғанын көріп тұрсыздар. Үстел мен орындықтың биіктігіне сәйкес келмеуі. Енді көбінесе ол мектепте және үйлеріңіздегі жағдайда сабақ оқитын орындарыңыз. Жазу кезінде дұрыс отырмау, тік отыру, яғни дененің өсуі мен сүйектердің беріктігінің сәйкес келмеуі, яғни сүйектеріңіз жылдам қарқын өскен кезде байқалады бұл. Бұлшық еттердің әлсіреуі, салмағы ауыр жүк көтеру, яғни осының барлығы біздің дене сымбатының бұзылуына және де жалпақ табандылықтың алдын алу себептерінің бірі болып табылады. Омыртқа жотасы қисаюының алдын алу үшін жүрген кезде және отырған кезде сіздер денелеріңізді тік ұстап тұруларыңыз қажет. Арқа бұлшық етін жаттықтырып, үнемі оны нығайтып отыру керек. Және де егер сендер денелеріңді кез келген қисаюды байқасаңыздар өздеріңіздің, ол туралы бірден ата-аналарыңызға, одан кейін дәрігерге, спорт жаттықтырушысына, немесе дене шынықтыру мұғалімдеріне айтуларыңызға болады. Егер сіздердің ол кісілер, яғни дене сымбаттарыңыздың түзететін арнайы жаттығу кешенін таңдауға көмектеседі. Спортпен шұғылдану кезінде тік жүктемені болдырмау немесе барынша азайту қажет болады. Себебі ол радикулит, бел аурулары, білесіздер, жалпақ табандылық пен бойдың өспей қалуына да әсер етеді. Жүктемені өз беттеріңізбен жасай берулеріңізге болмайды. Естеріңізде болсын. Яғни ол тек қана жаттықтырушының айтқанымен. Омыртқа жотасының қисаюы жұлын жұмысының бұзылуына апарып соғады. Яғни сіз өзіңіз дайындалсаңыз. Соның салдарынан жұлынды бақылайтын кеуде және құрсақ қуысындағы ішкі мүшелердің аурулары пайда болып жатады. Ал жалпақ табандылық дегеніміз не? Бұл енді көп кездесетін сұрақтардың бірі, ол табан күмбезінің тегіс болуы. Кәдімгі аяқ, сол аяқтағы күмбездің тегіс болуын айтамыз. Жалпақ табандылықтың себептері неде? Енді көбінесе сіздер білесіздер, ол балаларда көп кездеседі, бұл жалпақ табандылық. Не себептен болуы мүмкін? Аяқ бұлшық еттерінің нашар дамуынан, екіншіден ұзақ уақыт тік тұру немесе отыру салдарынан да болады. Ауыр жүктерді көтергеннен болады, тар қысып тұратын немесе үлкен аяқ киімін кию салдарынан болады, және де биік өкше немесе сірісі жоқ аяқ киімді кию салдарынан болады. Табан күмбезі ол дене массасының тең бөлігі де аяқ киім табанына бұлшық еттердің, қан тамырлары мен жүйкелерінің қысылуын болдырмайды. Жүрген кезде серіппе сияқты әсер етеді. Шамалы жалпақ табандылық орын алса, адам жүрген кезде табаны ауырады.
осыны байқайсыздар, егер сіздерде болса мысалы. Қаңқаның дамуына тамақтану да әсер етеді, бірақ шешуші рөлді қаңқа бұлшықеттері атқаратын болады. Ал олардың қалыптасуы ол көп жағдайда дене жүктемесіне байланысты болып келеді. Енді осы мен айтқан ақпараттардың ішінде сіздер естеріңізде сақтап қалыңыздар, ол жалпақ табандылық дегеніміз не, оның себептері неден болады, және де алдында айтқан дене сымбатының бұзылуымен жалпақ табандылықтың алдын алу туралы жаңағы қандай себептер әсер етеді деп айттым ғой. Солар туралы естеріңізде сақтап қалыңыздар, және гиподинамияның анықтамасын білулеріңіз қажет. Осы тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Сабақтан алған әсерлеріңізді жазып кетулеріңізді сұраймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше менің каналымнан алыстамаңдар.